Су тасқынынан зардап шеккен Оразақ ауылының тұрғындары тағы наразы. Бұл жолы олар өздеріне берілген баспанаға көңілдер толмайтынын айтты. Дайын үйге 12 отбасы кіруден бас тартқан, ал жергілікті әкімдік қызметкерлері шағымдануға ешқандай себеп жоқ екенін мәлімдеді. Олардың айтуынша дүрбелең шығарып отырғандардың мұндай әрекеттеріне басқа себептер бар. Тілшіміз Эльвира Тағайқызы мәселенің мән-жайын білу үшін Оразақ ауылына арнайы барды. Наразы тұрғындар бізді алдымен Астанада жинады. Олар берілген үйге көңілдері толмайтынын айтты. Содан соң пәтерді таратуда жергілікті әкімдік қызметкерлері бармақ басты, көз қыстыға жол берді деп мәлімдеді. У меня дом, вот смотрите, вот мой дом. Менің мына үйім су тасқыны кезінде қирап қалды, бірақ маған жергілікті билік баспана бермейтінін айтты. Оған менің ауылда тұрмауым себеп екен. Жасырмаймын, мен 3 жылдан бері Астанада тұрамын, ал Оразақтағы үйде ағам тұрады. Бірақ үй менің атымда емес пе? Дайын үйді бөлетін кезде аудан орталығына әкімшілікте қызмет істейтіндердің туыстары көшіп алды. Осы жиыннан кейін біз бірден дау шыққан Оразақ ауылына бардық. Онда аудан әкімінің орынбасарымен кездесіп, мәселенің мән-жайын сұрадық. Оның айтуынша, уәде етілгендей қарашаның соңына дейін баспана құрылысы толығымен аяқталды. Зардап шеккен отбасыларға 200 пәтер салынды. Қазір оның 188-іне үй иелері көшіп кірген. Қалған 12 үй қаңырап бос тұр. Заң бойынша үкімет бізге 1 миллиард 800 миллион ақша берді. Сол 1 миллиард 800 миллион ақшаға біз Оразақта 200 пәтер салдық, Малинкада 27 квартир салдық. Сол 227 жанұя бәріне квартир комиссия бойынша бәріне таратылып берілді. Ал енді мұнда кірмейм, осы квартирлерге Оразақта тұрғым келмейді деген 12 семья бар. Мен оларды енді түсінем, олардың енді жағдайлары несі ойы бәрі сол Ақмолдан, Қошыдан үй аламыз деген. Бірақ біз бәрін заң ретінде істеу керек. Это тяп-ляп, халатная работа. Что такое? Да. Вот, который нам предлагает. Там все продувает. Салынған үйге көңілі толмағандардың бірі Гүлнар Ахметова. Оның айтуынша ұсынылып отырған пәтерде тұру мүмкін емес. Алайда ауызбен айтқанша көрсетіңіз деген сұраққа өзіне берілген баспананың қайда тұрғанын көрсете алмады. Тіпті ешқандай мәмілеге келгісі келмейтінін байқатты. Егер жақсы үйлерді өшеден ұсынса, сіз тұрасыз ба, тұрмайсыз? Тұрмаймын мен. Маған сол қай жерге әуелде басында осы кісілердің өздері ғой, осы әкімдердің өздері осы мәселені көтерген. Ойбай, Ақмолдан береміз, ойбай, Қошын. Берсін енді. Маған бұл жерден салып берген үйінің қандай қолайлысын да, қолайсызына да көнбеймін мен. Мен алдағы уақытта сол өзінің қалаған жерінен берсін маған үйін. Ал барды қанағат етіп отырғандардың бірі Дариға Мамбетова. Мектепте ұстаз, үйде ұста болдық деп күледі. 16 декабря мы здесь проживаем. Біз 16 желтоқсан күні осы үйге көшіп кірдік. Менің пәтерге байланысты ешқандай наразылығым жоқ. Менің ойымша ең бастысы баспананы бізге салып бергені, ал қалғаны ұсақ-түйек жұмыстарды өзімізде жасауға болады. Мен өзім қажетті жағдайымды жасап алдым. Наразы тұрғындар шағымдарын құзырлы органдарға жіберетінін айтты. Пәтер таратуда қандайда бір заң бұзушылықтар болған болса, оны енді тәртіп сақшылары анықтайтын болады. Ал бұл уақытта шын мәнінде баспанаға зәру адамдар дайын үйде жаңа жылдарын қарсы алып, күнделікті күйбең тіршіліктерін жалғастырып жүргенін көрдік. Эльвира Тағайқызы, Айдын Өнербаев, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан.